Менің енді алдымда ағаларым бар, артымда інілерім бар деп, өзімнің осы 2 жыл бұрын бастама бұл менің бір табыс көзін айналдыру емес. Мысалы, жаңа айтып жатырмын, 10 жыл болыпты кәсіпкер болғаныма. Кәсіпкер болып қалтама сап, шетел аралдап, тапқанымды шетелге апарып құйып жатқам жоқ. Алдыда келешекте үлкен тағы жоспарларым бар. Мына Жамбыл ауылында жақында ғана жаңа ауыл қымызханасы деген Қазақстан ұлттық телеарнасына да сұхбат бердім. Онда мына бұрыш-бұрышты қаптап кеткен сырақаналардың ақырындап көзін жойып, мына біздің қымызханамыз, оның ішінде сусын, мына шұбат пен қымызды дәріптеу, жастардың келешек ұрпақтың қанын уламау деген үлкен мәселені онда көтеріп, Қазақстан ұлттық телеарнасынан көрсетіп, сұхбат беріп, ол жаңа ауыл қымызханасын ашып, мына Лена ханымдар жақында куәгер болды. Алдыда мына үлкен ақсақал жаңа айтып өтті, атамыз ана Жемпиді маған 50 орындық бер деп. Мен кеше ғана осы Алматы қаласының архитекторын шақырып, осы мәселені көтердім. Онда ардагерлер үйі деген, сонда айтады, бұл сенің табыс көзің ба дейді. Мен айттым, жоқ, бұл менің табыс көзім емес дедім. Осы үлкен ақсақалдарымыз, әжелеріміз қол өнерін қайда қоярын білмей, мына көшеде жаңбырдың астында, күннің астында отыр. Солар сол жерге келіп қол өнерлерін көрсетсе, мына ақсақалдарымыз жиналып, мына өзімізден кейін ұрпақтарға үлкен өнеге насихаттарын айтты, сондай бір орта үй болсын деп ол мәселені кеше ғана осы көтердім. Сондай істер шара жасағым келеді. Мына Ғали апай айтып отыр, о дүниеге барғанда сұрайды дейді. Мына өзің жасаған ісіңді кімге қалдырдың деп. Мына алтын уақыттарыңызды бөліп, менің осы кішкентай ана қазақтың бір бүлдіршіндей қыз осы мәселені көтеріп, сіздердің алдарыңызға жаңа осы алқалар совет дейді ғой қоғамы, сіздер ақ десеңіз алғыс, қара десеңіздер қара болатын еді. Мынау наурыз көктем айында тәуба дейміз, қыстан шыққанда шүкір деп. Күз айында тәуба дейтін қазақ елі осы жаңа Советхан ағамыз айтып отыр, алтындан, одан мына жастар, жастармен жұмыс жасап керек ұрпақтың қазақ елі жер үшін туын көтеріп жүрген мына Дәурен бауырым айтып отыр, өзінің күнінде белгілеп отыр. Мен өйткені сіздермен соны ақылдасайын деп, сіздермен осы ортаға салдым осы тақырыпты. Оның бәріне өзім өте риза болып отырмын, көңілім толып отыр. Мынау 3-ші рет өткізейін, осы дүние қалсын ба деген мәселемді сіздердің орталарыңызға салып, үлкен қолдау тапқаныма өзімді енді бір еліме, жеріме сіңірген бір өзімнің еңбегім деп бағалаймын. Сондықтан жаңағы осы өзі алқалар қоғамын құрып, осы неге атсалысып, мынау келешекте біздің осы 20 жылдан кейін бола ма, 15 жылдан кейін бола ма, мына наурыз мерекесі сияқты күз науқан тойланатын үлкен бір мемлекеттік мерекелік күнге айналсын. Сол кезде бізде сіздер бар, бәріміз тағы да осы бас қосып, мынау 15 жыл, 10 тіпті арасы 5 жыл салып үлкен деңгейге көтерілсе, әрқашанда осы Алланың нұры жауып жүрсін, дендеріңіз сау болсын, Алла тағала үлкен ғұмыр берсін сіздерге. Бірлік, береке, ынтымақта болайық. Әр жасаған ісімізден ырыс береке келсін. Мына қазақ елі, қазақ жұрты аман болсын. Енді сіздерге көп рахмет, сіздерге арналған кішкентай ғана асым бар еді. Қазақтың ұлттық тағамы. Қазір дайын тұр, балалар, сіздер 5 минут аяқтарыңызды жазып